Allah Taala Nahl surasının 96. ayatında mınday deydi. Estağfirullah. Ma indakum yanfad ve ma indallahi baqin. Sizlerдің қол астыңарда болған нәрсенің бүт бары жоқ болады дейді. Уақытылы дейді. Сіз менен біздің қолымыздағы болған нәрсенің бүт бары уақытылы екен. Үйіңіз бе, машинаңыз бе, сарайыңыз бе, магазин бе, қала берсе ушул Құдай берген жаныңыздағын аманат екен. Негізілі бізде еш нәрсесі жоқ. Антумул фақара деп Алла Таала сілердің қолыңарда еш нәрсе жоқ. Фақирсіңер, кедейсіңер. Валлаху хуал ғанiyul хамид. Жалғыз ғана ғани болған, еш нәрсеге мұқтаж болған зат, түбөлүктүү зат бір ғана Алла Таала дейді. Сілер өзіңердің қолыңарда болған нәрсенің бүт бары бұл уақытылы дейді. Уақытылы, дүйнөгө уақыт табабыз, бирок түбөлүктүү дүйнөбүз үчүн уақыт таппайт экенбиз. Бұл өтө чоң ақылсыздық, өтө чоң жаңылыштық екен. Уақытылы дүйнө үчүн уақытты табабыз, бирок түбөлүктүү дүйнө үчүн уақыт таппайт экенбиз. Намаз оқу десеңиз, жаттаган эмесмин дейт. Жаттаганга кол тийбей жатат таксырым дейт. Эртең кечке жумуштамын дейт. Эртең кечке жумушта болуп, ал жумушуңуз менен кайсы нерсеге жетесиз? Намаз окубасаңыз. Бул дүйнөңүз абат кылдыңыз, бирок акыретиңиз жок болсо, түбөлүктүү дүйнөңүз абат болбосо, ал жумуштун кандай кереги бар? Анан Алла Таала ушул аяттын уландысында айтат: "Валанатсиянналлазина сабару ажрахум би ахсани ма кану яъмалун." Жана биз сабырдуу инсандардын соогуну дейт. Кандай амал жасаган болсо, ошонун жакшыраак кылып беребиз дейт. Сабырдуулук кылган инсандардын кылган амалдарынын эң бир жакшыларыны соогун беребиз дейт. Кылган амалыбыз Алла Тааланын астында эч бир нерсеге арзыбаган кичинекей амалыбызды Алла Таала эмне дейт? Ошол эң бир жакшысын беремин сага дейт. Эң бир жакшы соопторду беремин деп бир чоң эл башчы эмес, жұрт башчы эмес, балким ким айтып жатат, бүткүл ааламды жараткан мейримдүү жана бооркер, эч нерсеге муктаж болгон зат Алла Таала ушундай сизмен бизге сүйүнчүлөп ваада берип жатат. Бул садаканы берүү көп же аздыгында эмес. Көпчүлүгүбүз ойлойбуз, ушундай мол таксыр бай, монун колунда бар, монун мынча машинасы бар, мынча содасы бар, ушулар берсин деп ойлойбуз. Бирок тозоктон кутулууга баарыбыз муктаж экенбиз. Баарыбыз муктаж болгондон кийин пайгамбарыбыз эмне дейт? Ошол тозоктон сактануунун дагы бир жолу ушул садака берүү дейт. Садака бергенде колундан келсе жарым курма менен дагы болсо садака бер дейт.